Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен проволоканың көмегімен жемчужный сырға жасап үйренетін боламыз. Бізге қажетті заттар осындай әртүрлі өлшемдегі жемчугтар 0,6, 0,8 және 10 мм. Және осындай швенза қажет болады. 0,4 размердегі проволока және осындай инструмент. Ең алдымен жұмысымызды проволоканы өзімізге қажетті өлшемде кесіп аламыз. Қажетті өлшемде кесіп алдық. Енді осыған жемчугты өткізетін боламыз. Бірінші ол 10 мм жемчуг. Тек бір штук қана қолданамыз. Ал екі шетіне 0,8 мм жемчугтан үшеуін қолданамыз. Өткізіп алдық. Енді 0,6 мм жемчугтан үшеу қолданамыз екі шетіне. Немесе қыздар, өздеріңіздің қолдарыңызда бар моншақтардан да қолдансаңыздар болады. Қалаған көлеміңізде қолдана берсеңіздер болады. Мен осылай біреуден және үшеуден алып реттеп алдым. Енді осы екі проволоканы біріктіретін боламыз. Екеуін тартып қосып ораймыз. Бізге қажетті мөлшерге дейін проволоканы осылай орап шығамыз. Енді инструменттің көмегімен жоғарғы оралған бөлігін кольцо жасайтын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Бірінші осылай іліп алып, сосын құралдың басымен осылай бірнеше рет ораймыз. Және проволоканың артық бөлігін кесіп алып тастаймыз. Дайындап алынған жемчугқа швензаны орналастырамыз. Швензаның осындай қайырылған бөлігі бар, соны ашып ішіне кіргізетін боламыз. Және қайттан жабамыз. Міне қыздар, бізде осындай сырға дайын болды. Өздеріңіз қалағандай домалақ етіп немесе сопақ формада қалдырсаңыздар болады. Бұл сырғаны жасауға бар жоғы 5 минут уақытыңыз кетеді. Видео ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған дина арт. Келесі видеоларды бірінші болып қарау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.